Так, ассалаумағалейкум жігіттер. Камри 30 американец қой. Короче, нені ауыстырдым. Ограничитель дейді ғой, дверей дейді ғой. Соны ауыстырдым, менікі дейді, сылғылдап жатыр мынау дейді. Былай қылсаң былай түсіп кетеді, короче. Соған, короче, Сараковканікін салдым ғой, Сараковканікін. Бұл жерде, короче, мына 3 болт, 2 гайка, 1 болт. Осы үшеуін ғана ағытасың. Содан кейін обшивканы шешесің есіктегі, содан кейін мына колонканы аламыз. Мына екі нені обшивка бәрін шешпей тұрып мынаны шығарып алсаңыздар да болады. Шешіп босатып тастасаңыздар. Содан кейін обшивканы шешіп колонканы алғаннан кейін ішінен оңай ғана шығады. Қайттан орнынан ол келеді. Бірақ Сараковканікі білмеймін, менікі әбден болып кеткен ба, Сараковканікі мына менің есігім қатты до конца ашпайды екен да. Сылқ ете қалатын ғой. Енді міне как положено. Зор болып қалды есігім. Бүйтіп тоқтасаң тоқтап тұрады. Былай қойсаң да, былай қойсаң да. Короче, болды, осыдан артық ашылмайды ғой. Рахмет жігіттер. Лайк басып қойыңдар, қолдап қойыңыздар. Өздерің қазақ бауырларың ғой. Сол дәл осылай жасасаңыздар оп-оңай болады екен. Базарда, Жібек жолы базарында, Алматыда. 3,5 мың теңге, екеуін 7 мың қалдым, о 2 есікке салдым, короче. Сол жақсы.